Қане есептейік. Егер 1 шаршы метрге 100 грамм бояу қажет болса, онда мынандай формадағы еденді бояу үшін қанша бояу керек? Есепті шығару үшін нені анықтауымыз қажет? Дұрыс, еденнің ауданын табу керек. Ал ауданды қалай табамыз? Мысалы, А, Б, С, Д тіктөртбұрышын қарастырайық. Тіктөртбұрыштың ұзындығы қанша сантиметр? Дұрыс, 5 сантиметр. Ал ені? Дұрыс, 3 сантиметр. Демек, тіктөртбұрыштың ауданы қанша болады? Дұрыс, 15 сантиметр квадрат. Енді тіктөртбұрышты 2 бөлікке бөліп, сызық жүргіземіз. Қане, оң жақ бөліктің ауданы қанша болатынын анықтайық. Дұрыс, 8 сантиметр квадрат болады. Енді сол жақ бөліктің ауданын анықтайық. Дұрыс, 7 сантиметр квадрат. Алынған нәтижелерді талда. Дұрыс, толық фигураның ауданы оның бөліктерінің аудандарының қосындысына тең. Берілген есепті шығару үшін осы ережені қалай пайдалануға болады? Дұрыс, фигураны бөліктерге бөлеміз. Әр бөліктің ауданын табамыз, содан кейін толық фигураның ауданын есептейміз. Фигураның бірінші бөлігінің ауданын табамыз. Енді фигураның екінші бөлігінің ауданын табамыз. Фигураның үшінші бөлігінің ауданын табу керек. Ал енді толық фигураның ауданын табамыз. Ал енді, қане, бізге қанша бояу керек екенін анықтайық. Біз 1 шаршы метрге 100 грамм бояу жұмсалатынын білеміз. Ал еденнің ауданы 44 шаршы метр. Олай болса, еденді бояуға қанша бояу қажет екенін қалай білуге болады? Дұрыс, 100-ді 44-ке көбейту керек. Бұл дегеніміз, еденді бояу үшін бізге 4400 грамм немесе 4 килограмм 400 грамм бояу керек дегенді білдіреді. Қорытынды жасайық. Демек, құрастырылған фигуралардың ауданын табу үшін бізге: бірінші, фигураны бөліктерге бөлу. Екінші, әр бөліктің ауданын табу. Үшінші, және бөліктердің қосындысын табу қажет.